Сәлем достар, бүгін мен сіздерге Адам Невилдің «Рәсім» деген кітабын ұсынайын деп отырмын. Достар, Адам Невил деген заманауи жазушы, ол әлі тірі, әлі өмір сүріп отыр. Және де оның жаңадан кітаптары да шығып жатыр. Және де қазіргі заманауи жазушылардың бір ерекшелігі, плюсы деп те айтсақ болады. Егер де ол жұмыстары көп көрермендерге, оқырмандарға ұнап жатса, ол туралы сериалдар немесе кинолар шығып, заманауи жазушы тез атаққа ие болады. Енді бүгін мен сіздерге Адам Невилдің «Рәсім» деген шығармасын ұсынайын деп отырмын. Ол негізі орыс тілінде «Ритуал» деп аталады. Қазақ тілінде бұл шығарма әлі ресми түрде аударылып шықпаған. Бірақ та мен сіздерге жалпы осы кітап туралы бүткіл спойлерін айтпасам да, бүткіл кітапты басынан бастап аяғына дейін атпасам да, кітаптың қызық жерлері, жанры және де ең басындағы аннотациясын айтамын. Егер де ұнап жатса, осы Адам Невилдің «Рәсім» деген шығармасын немесе «Ритуал» деген шығармасын өздеріңіз тауып, электронды түрде оқысаңыздар болады, немесе қазір бізде аудио кітаптар нұсқалары бар. Аудио кітаптыңдағы ұнататын болсаңыздар, сол Адам Невилдің осы шығармасымен таныссаңыздар болады. Мен осы автордың ең алғашқы осы «Рәсім» деген шығармасын ғана оқыдым, қалған шығармаларын оқыған жоқпын. Және де айта кету керек, бұл Адам Невилдің ең атақты шығармасы болып табылады. Адам Невил жас жазушы болса да, оның қазір көптеген атақты шығармалары, романдары шыққан, бірақ та осы шығарма оны бүткіл әлемге танытты десек те болады. Бұл шығарма бойынша кинода түсірілген, бірақ та мен түсінгенім бойынша бұл киноны «Рәсім» деген кинода кітаптың тура 100% кітаптағы шығарманы алып киноға аудармаған. Өйткені өздеріңіз білесіздер, кітапта болып жатқан оқиғаның бәрін киноға аудару өте қиын, және де кейбір көрермендер кітапта мысалы адам асықпай оқып, баяу темппен оқыса, кинода көбінесе көрермендер ондай асықпай автормен сөйлесу, ойлау деген, рефлексия дегендерді ұнатпайды. Кинода тез-тез атыс шабыс болу керек, және тез-тез экшн болу керек деген сияқты өзінің киноның өз заңдылықтары бар. Және де киноны түсірген кезде кітаптағы бір 80-70% оқиғаны алып, өздері кішкене өзгертіп түсірген екен. Біз бүгін кітап туралы сөйлесеміз, және кітапты түпнұсқа ретінде автордың жалғыз ойы, кинода өздеріңіз білесіздер, киноны түсіру үшін көптеген команда, адамдар, сценаристер, режиссерлар, әр адам өз ойын талқыға тастап, автордың ойы өзгеріп кетеді. Кино коммерциялық болғандықтан ол жерге көптеген актерлар және киноны көру үшін көптеген фишкалар қолданылып, кино коммерциялық продукта болғандықтан, ал кітап ол автордың нағыз өзінің дүниесі деп түсінуге болады, өнімі деп. Сол үшін кітапты талқылайық. Кітапта бізде шығарма негізі 2 бөлімнен тұрады. Бірінші және екінші бөлімде. Жалпы киносында бірінші сол кітаптағыны тура түсірмей, 2 бөлімді қосып, бір кино қылып түсірген. Негізі жалпы кітапта қандай 2 түрлі бөлімдер бар туралы айтып кетейін. Бізде мында кітапта 4 дос болады. 4 достардың 4 дос дегенмен университетте оқыған бұрынғы группалас, курстас. Олар бір 10 жыл бұрын оқуды аяқтап тастаған, және де олардың сол университетін аяқтап, әркім өзінің өмірін бастаған, кейбіреуінде отбасы бар, әйелі бар, бала-шағасы бар деген сияқты, өнеркәсібі, жұмыстары бар деген сияқты адам. Солай 4 бұрында бірге университетте бір топта оқыған достары бір 10 жылдықта жиналып, өздері өз арасында жиналып тұрады екен, солай кездесіп. Солай олар бір рет кездесіп, енді өздеріңіз білесіз, үлкен адамдарда, ер адамдарда достармен кездесу уақыты өте қиын болады. Бәркім бір-бірінің жоспарына сәйкес келмейді, біреуінде той болып жатады, біреу жұмыс, біреу отпускта деген сияқты. Солай олар 6 ай бұрын бір Хатч деген бір 4 дос бар дедік қой, сол Хатч деген арасындағы ең бір көшбасшы деп айтсақ болатын шығар, лидер, өзі спортсмен, және де жұмысы да керемет, отбасы да жақсы, үлгілі, және де өзі бос уақытын бекер өткізбейді, бір табиғатқа шығады, сонда орман аралайды, кемпинг, тренинг деген сияқты сондай хайкингтермен айналысатын адам болады. Және де сол Хатч қасындағы достарына үшеуіне қарайды, екеуі
сол Хач деген үлгілі, отбасы да, жұмысы да керемет жігіт болады, және де екі досы болады, Дом мен Фил деген достар болады, бірақ олар белсенді өмір сүрмейді, олар жай офиста, кеңседе жұмыс істейтін адам сияқты сипатталады. Өздерінің жұмыстан кейін ешқандай сондай белсенді жұмыс істемегендіктен олардың қарындары шығып, кәдімгідей салмақтары үлкейіп кеткен екен. Олар жас кезінде арық болған кәдімгідей, бірақ та 35-36 жасына келген кезде олар өз-өзін тастап, солай толық мужик болып кеткен екен. Және де сол екі жігіт болады, және де арасында тағы да біздің бас кейіпкер болады. Ол Люк деген бас кейіпкер болады. Ол Люк дегендің оның белсенді өмірі болады, бірақ та ол ондай спорт, Хач сияқты спорт, табиғатқа шығу емес, бірақ оның жұмысы кішкене қара жұмысқа, анда-санда қара жұмыс жасайды, бір бір альбом сататын музыкалық дүкенде сатушы болады, және қарапайым өмір сүреді, және де оның отбасы, балалары болмайды. Ол былай қай жақта жұмыс шығады, сол жақта істеп, солай әртүрлі жұмыстарда істейтін сондай бір тұрақсыз бір адам сияқты суреттейді басында. Солай Хач сөйтіп достарына қарап жатып, қай жерде 6 айдан кейін жиналсақ болады дегенді ойлайды да. Егер де ана екі толып кеткен, семіріп кеткен достары көбінесе сондай бір шетелде, енді олар Лондонда тұрғандықтан, бір Испанияда сондай жағажайда суға түсетін бір жағажайға демалайық деген ұсыныстар болады, бірақ та олар түсінеді. Сол үшінші біздің сол төртінші досымыз Люк дегеннің қаражаты ондай сондай Ибица, Испания деген жерлерге қаражат жетпегендіктен, олар бәріне қолжетімді ұсыныс хайкинг жасайық дейді. Ол хайкинг деген тауда жаяу жүру, туризм. Солай Хач әркімнің сол өздерінің достарының қаражатына және де күштеріне қарап, Швецияда бір Норвегия жақта ма, Швецияның бір орманында бір керемет маршрут бар екен. Сол жерде көбінесе жақсы палатка, әркім рюкзагына өзінің киім кешегін, тамағын және де палаткасын алады да, солай 4 адам бір 3 күн сол жақта жүреді, және де ол енді Хач деген бір оптимист. Өзіме сол кейіпкерлердің арасында сол Хач қатты ұнаған негізі. Ол достарын солай жинайды, бәрін бірге, және де ол жерде қызық болады. Біз егерде сол 3 күн сол таза табиғатта тірі қалсақ, біз өмірде де ешқандай қиындықтарға мойымаймыз деген сияқты оптимизммен қарап, достарын жинап, солай Швецияға олар саяхатқа барады. Және де біздің шығарма негізі сол 4 досымыз адасып кеткеннен басталады, бірақ та мен сіздерге сол кітаптың басын түсіндіріп отырмын, олар қалай сондай деңгейге жеткен. Және де міне осылай біздің 4 дос саяхатқа шығып жатады да, саяхатта олардың Хачтың жоспары 100% керемет емес екенін түсінеді. Хач және де Люк деген достары, бізде айттық, екі өте бай деп басында айтылған екі дос, семіріп кеткен дос, олардың негізі белсенді демалуға зауқы болмайды екен. Олар өте сондай хайкингке дайындалмай келген, негізі былай алдын ала сондай саяхатқа шықпас бұрын кішкене марафонға қатысып, немесе фитнес клубтарға бару керек негізі да. Олар сөйтіп жоспарлаған, бірақ та олар ондайға ешқандай дайындалмаған, және де сол екі толып кеткен семіз томпақ достары киімдері де нашар екен. Көбінесе сондай джинс киіп алған, жай анандай киімдері де дайын емес, өздері де бұл саяхатқа дайын емес шыққан, жай келе салған сияқты адамдар сияқты болады. Және де сол Люк деген бізде сол кедей дейікші, сол осы достардың арасындағы ең кедей, сол сол екі томпақ досын негізі іштей жек көріп кетеді. Сол өздеріңіз білесіздер, егерде біреумен достарыңызбен саяхатқа, тауға шықсаңыздар, тәулік бойы сол бір адамның қасында жүрсең, әр адамның мінезі кәдімгі лупа сияқты үлкейеді, және де сондай табиғатта ешқандай басқа да қаланың көмектесетін нәрселер болмаған кезде, сондай табиғатта қалған кезде адамның мінезі ашылып, егерде бір адам бір-бірін жек көрсе, ол 2 есе 3 есе сөйтіп ұлғаяды.
негізі бір-бірін жақсы көретін достардың да арасында да сондай бір-бірінің иттік мінезі деген сияқты мінездері шығып, бір-бірін уже ұнатпай бастайды. Міне солай Люк пен Хач екі томпақ досына қарап айтады: міне бұлар дайын емес, және де сол сапар басында сол походтың ең бірінші күні бізде Дом деген жігіт аяғын қайырып алады, және де ол ақсандап жүрген кезде сол аяғым ауырып жатыр, саным, тізем ауырып отыр деген сияқты уже походтың нашар өтетінін түсінеді Люк пен Хач. Және де ол сол томпақтар жүрген сайын қашан жетеміз, қай жақтан тоқтаймыз деп ыңырсып жылай бастайды. Және де сол Люк пен Хач екеуіне қарады да айтады: біз бұлармен сол 3 күндік маршрутпен жүрсек, бұл 3 күннің ішінде біздің нервімізді әбден жеп тастайды, және де ол ақсандап жүрген досын кейін екі күннен кейін оны екеуміз көтеріп жүруіміз керекпіз. Тезірек бұл маршрутты дұрыс емес жасаппыз. Бұл маршрутты біз тездетіп, орманмен кесіп, 3 күн жүрмей, 1 күн ішінде өтіп кетпесек, әйтпесе өзімізге қиын болады деген сияқты шешім қабылдайды да. Хач пен Люк сол екі томпақты алып, орман ішіне кіріп кетеді. Міне солай біздің шығармада, жалпы мен кітапты айтып отырмын, бұл кітап хоррор жанрында болғандықтан, сол бүткіл қызық сол орманда басталады. Бірінші мен сіздерге айттым, кітап 2 бөлімнен тұрады деп. Бірінші бөлімінде кітапта сол 4 достың сол орманда адасып жүргені болады, және екінші бөлімде сол тірі қалған достары бір сектанттарға, бір black metal'дың, бір музыкалық рок группаның фанаттары дейік па. Леши деген, негізі бұл Швеция, Норвегияда болғандықтан, бұлардың фольклорлық сондай бір құбыржық болады орманда. Мен спойлер болмайды, бұл негізі. Сол олар орманды кесіп өтуге тырысқан кезде, бірінші бөлімінде солар орманда адасып жүреді, және оларды сол құбыржық фольклордағы сол өздерінің ұлттық бір леши сияқты бір құбыржықтар аңдып жүреді. Және де екінші кітаптың бөлімінде тірі қалған, енді мен сізге кім тірі қалды дегенді айтпай ақ қояйын, өздеріңіз оқып, қызығып көрсеңіздер болады. Сол тірі қалған достар бір сол Швеция, Норвегия елінің құбыржықтарына табынатын бір сектанттардың өкілдеріне тап болады. Міне солай кітап бізде екіге бөлінеді. Негізі бұл шығарма оқып жатып өте керемет екен. Маған өзіме оқып жатып ұнаған сәттерін айта кетейін. Бұл маған Қарқызы, біздің Оралхан Бөкей деген, егерде автордың Қарқызы деген шығармасын оқысаңыздар, Қарқызына кішкене ұқсастық бар екен. Бұл басында сол 3 дос ауылдан шығып, сөйтіп аралап, адасып, соның арасында бір-бірінің қарым-қатынасы туралы белгілі болады. Солай ашылып оқыған кезде маған негізі өз басым Қарқызы өте қатты ұнаған болатын. Міне осы шығармада кішкене Қарқызына ұқсаттым мен. Өте керемет, және де кинолар, егерде сіздерге сондай бір қорқынышты хоррор кинолар ұнаса, осы кітапта сіздерге өте ұнайды деп ойлаймын. Өйткені сондай Поворот не туда деген сияқты кинолар осы кітап сияқты өте керемет сондай бір атмосфера береді. Сол достар, мен сіздерге шығарманың аннотациясын айттым. Жалпы сіздерге егерде сондай адамдардың арам қарым-қатынасы сондай қорқынышты стильде ұнаса, негізі кітаптың жанры хоррор, қорқынышты кітап, қорқынышты әдебиет болғанменен, бұл шығармада сол 4 достың бір-біріне деген қарым-қатынасы, және де өмірдегі деген адамдардың көзқарасын, пікірталас деген сияқты кәдімгідей жай әдебиетте, қарапайым әдебиетте көтерілетін тақырыптар да болады, бірақ та соның антуражы жан-жағында тары орман, сол норвегиялық, швециялық ормандар, және де сол ар жағында қорқынышты сол элементтер болады. Былай жалпы маған өте қатты әсер еткен кітаптардың бірі деп айта аламын. Сол достар, бүгін мен сіздерге Адам Невилл туралы, Адам Невилл деген автордан таныстырғым келген. Егерде сіздерге жаңа автор керек болып жатса, және де сол скандинавтық фольклорлық, мифологиялық құбыржықтар туралы оқығыңыз келсе, осы шығарманы оқып көріңіздер, өте керемет. Мен білсем, бұл шығарманың киносы да бар, бірақ мен киносын әлі көрген жоқпын. Егерде киноның фрагменттерін болсам, осы видеоға да қойып қоямын. Сол достар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.